дұрыс жолға қойылған дене шынықтыру ойындары оқу білім алуға бөгет емес, қайта бойы сіңіріп, бойды серпін беріп, ойға жәрдем ететін нәрсе деп біздің Ғабит Мүсірепов атамыз айтқандай, дене шынықтыру пәнінің басқа пәндердің ерекшеліктері бізде спортқа деген қызығушылығы, қабілетті, дарынды, бейімді балдарды анықтау біздің дене шынықтыру мұғалімдерінің мақсаты. Мынау қиял сан тарапқа шашыраған өмірге жаңа көзқараспен қарайтын жасөспірімдерге біздің білім ұясында дене шынықтыру пән мұғалімдері олардың дене бітімін, олардың төзімділігін және ептілігін дамыту арқылы балаларды спорттық тәртіпке, адамгершілік ұстамдыққа баулап жүру міндетті. Біздің ұранымыз денсаулық ұрпақ, ұлт болашағы.